Бір сәт ойланып көріңізші, соңғы рет балаңызға айқайлаған кезіңіз есіңізде ме? Ол кезде не болды? Мүмкін шаршадыңыз, мүмкін ешкім сізді түсінбеген шығар. Мүмкін бір сәтте өзіңізді жоғалтып алған боларсыз. Балаңыздың көзіне қарап тұрып, мен сені жақсы көрем, бірақ неге кейде өзімді ұстай алмаймын, деп іштей айтып көрдіңіз бе? Біздің көпшілігіміз дәл осылай сезінеміз. Бірақ ешкім бұл туралы ашық айтпайды. Себебі аналар мықты болу керек сияқты. Әрдайым күлімдеп, сабырлы болып жүруі тиіс сияқты. Ал шындық басқаша. Ана да адам, ана да шаршайды, кейде жылайды, кейде өзіне ренжиді. Түрік жазушысы Хатиже Кюбра Тонгардың «Айғайламайтын аналар» кітабы дәл осы жайлы. Бұл кітап бізге мінсіз болуды емес, шын, тірі, сезімге толы ана болуды үйретеді. Автордың айтуынша, айғайламау бұл өзіңді ұстап қалу емес, бұл өзіңді түсіну. Балаға айғайлау ешқашан жай себептен болмайды. Айғай ішіміздегі жиналған шаршаудың, тыңдалмаған сезімнің, жинақталған күйзелістің нәтижесі. Кейде ананың даусында ашу емес, көмек сұраған жанның үні бар. Сондықтан балаңызға айғайлағыңыз келген сәтте бір секундқа тоқтап көріңіз. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Қазір мен не сезініп тұрмын? Ашуымын ба, әлде шаршадым ба? Өз сезіміңізді түсіну айғайсыз өмірдің алғашқы қадамы. Бала айна. Ол біздегі сабырды да, ашуды да, мейірімді де қайталайды. Кейде балаңыз қыңырлана бастайды, жылап, еш себепсіз тентектік жасайды. Ол кезде ойланыңыз, мүмкін ол менің ішкі күйімді сезіп тұрған шығар. Бала бәрін сезеді. Ол сіздің шаршағаныңызды, көңілсіздігіңізді, тіпті өзіңізге ренжіген сәттеріңізді де байқайды. Хатиже ханым былай дейді: баланың ең үлкен қажеттілігі ананың тыныштығы. Сондықтан өзіңізге уақыт бөлу эгоизм емес, балаңызға жасаған ең үлкен сыйлық. 10 минуттық тыныштық, бір кесе шай, терең дем алу, міне осының бәрі ананы емдейді. Көп адам сабырды үндемеу деп түсінеді, бірақ сабыр бұл эмоцияны басқару қабілеті. Сабыр ашуға ерімей, жүрекпен шешім қабылдау. Мысалы, бала бір нәрсені білдіріп қойды. Алдыңғы ойымыз, неге бұлай істедің? Бірақ бір сәт ойланып көріңіз. Ол оны әдейі істеді ме? Әлде жай үйреніп жатыр ма? Бала қателесіп үйренеді. Біз оған үйретушіміз, бақылаушы емеспіз. Сол кезде былай деуге болады: қарашы, стакан сынды, қолына ауырмады ма? Енді екеуміз бірге тазалайық, жарайды ма? Осы қарапайым сөз тәрбиенің ең биік формасы. Бала қорықпайды, бала түсінеді, бала сенім табады. Айқайдың зияны баланың жүрегінде ұзақ сақталады. Бала айқай естіген сайын өзін кінәлі сезінеді. Мен дұрыс емеспін деп ойлайды. Бірақ шындығында айқай баланың емес, ананың ауыр сәті. Айқайлағаннан кейін ана да өзін кінәлі сезінеді. Екі жақта жылайды, бірі сыртта, бірі іштей. Сол себепті автор айтуынша, айғайламау баланың емес, ананың сауығуы. Өзіңізді тыңдаңыз, денеңізді, жүрегіңізді тыныштандырыңыз. Балаға ең керегі тыныш ана. Біз аналықты кітаптан үйренген жоқпыз. Біз оны өмірден, өз қателігімізден үйреніп келеміз. Сондықтан өзіңізге тым қатал болмаңыз. Кейде ашуландыңыз ба, бұл қалыпты. Бастысы сол сәттен кейін өзіңізді кінәламаңыз. Кешіріңіз. Кешірсеңіз жеңілдейсіз. Жеңілсеңіз мейірім артады. Баланың анадан үйренетін ең басты сабағы мейірім мен кешірім. Айқай балаға қорқыныш береді, мейірім сенім береді. Кейде бала тыңдамай қойғанда, ұрсудың орнына жай ғана келші құшақтайын деу жеткілікті. Сол құшақ балаға 1000 сөзден артық әсер етеді. Себебі бала махаббат арқылы өзгереді. Баланың жүрегін тәрбиелеу үшін алдымен ана өз жүрегін тәрбиелеу керек. Мейірім бұл әлсіздік емес, бұл ең үлкен күш. Үйдің энергиясы ананың күйіне байланысты. Ана шаршаса, бәрі шаршайды.
Ана күлсе, үй жарықтанады. Сондықтан өзіңізге қамқор болу, балаларыңызға қамқор болудың ең жақсы жолы. Өзіңізге кішкене демалыс сыйлаңыз. Мысалы, телефонды сөндіріп 5 минут тыныш отырыңыз. Терең тыныс алыңыз. Мен жақсы анамын деп өзіңізге айтыңыз. Сол сөздің өзі сіздің жаныңызды жылытады. Қорытындылай келе, айғайламайтын ана болу мінсіз болу емес. Бұл өзіңді түсіну, сезіну және әр күні қайтадан тырысу. Балаға ең қымбат нәрсе сіздің махаббатыңыз, сіздің тыныштығыңыз, сіздің жылы даусыңыз. Сондықтан бүгіннен бастап өзіңізге уәде беріңіз. Мен сабырды таңдаймын. Мен махаббатпен сөйлеймін. Мен баламның жүрегін қорқытпай жылытқым келеді.